Сәлем достар, сіздермен бірге мен Диана каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін өте қызықты видео түсіретін боламын, және де ол видеомның аты бүгін мен жаңа серия, яғни Биші қыздар деген серияны түсіретін боламын. Мен өзгерген қыз деген серияның бірінші сериясын салып, мен новый обновление жасалғандықтан оның барлығы өшіп кетті. Сондықтан да бір сериямен қалады, ары қарай жалғаспайды. Ал ендеше видеомызды көп созбай тезірек бастайық. Видео өте қызықты болады деген ойдамын. Сондықтан да міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызды көп созбай тезірек бастайық. Сәлем қыздар, сендер қашан келдіңдер? Сәлем, біз бағана келгенбіз. Апай күте тұрыңдар деді, барлығы жиналсын деді. Мәпе, осынша қыз қатса ма? Жарайды, онда жайғасып отыра тұрайын, апай қашан келеді екен, или апайды шақырып көрейін бе? Қыздар келіп қалған сияқты, тезірек барып қайтайын. Әні апайдың өзі келатыр. Кім айтса сол келеді деген рас екен ғой. Сәлеметсіздер ма қыздар? Жиналдыңдар ма барлықтарын? 6 қыз келді ғой, иә? 6 қыз келдік. Жарайды, онда жайғасып алған. Ендеше мен қазір сендерге киімдерімді алып келем. Біздің би студиямызға қош келдіңдер. Бұл жерде бүкіл биді білетін боласыңдар. Там конкурстарға шығамыз. Өте бір прям биді үйреніп кетесіңдер деген ойдамын. Ал ендеше кеттік. Мен қазір киімді барып алып келейін. Сендер сәл күте тұрыңдар. Жарайды. Қайттан кеткен нес? Соны айтам ғой, сендер екеулерін апалы-сіңлілі сияқтысыңдар ғой, Жоқ, жақын құрбымыз ғой. Жақын құрбымыз, бір-бірлеріңе қатты ұқсайды екенсіңдер. Рахмет. Киімдерді алайын. Міне қыздар, киімдерімді алып келдім. Ал ендеше әрқайсыңа өздерің бөлісіп киіп аласыңдар деген ойдамын. Мына жерге қойып кеттім. Ендеше мен кетейін, Өздерін киініп келіңдер. Мен сендерді ана жақта күтем. Бірақ тез-тез болыңдар. Мына жерде гардероптарымыз бар екен ғой. Өзіміздің киімдерімізді қоятын. Онда мынау жер менікі, мына жер сенікі, мына жер менікі. Все. Мен де дайын болдым. Ендеше кеттік, апайға барайық. Кеттік. Киімді киіп алайын. Болды, дайын болды. Енді ана қыздарды күтейін. Ал қыздар, біздің би студиямызға қош келдіңдер. Барлықтарың дұрыс тұрсыңдар. Өте керемет. Аяқтарында кішкене түзіліп қой. Енді өздеріңді таныстырып кетсеңдер. Осылай түсіре берейік пе аяғымызды? Жоқ, осылай тұрыңдар. Қайта біраз аяқтарын жаттығады, үйренесіңдер. Ал ендеше аттарында таныстырып кетіңдер. Кімнен бастаймыз? Мен өзімнің атымды бастай берейін, менен бастай берейік. Ал айта қоятындым. Менің атым Мөлдір, ал менің атым Жансая. Ал сенікі? Менікі Мадина. Ал сенікі? Менікі Аяла. Менікі Азире. Ал менікі Мезина. Аттарынды кішкене ұмытып қалам, но жаттап алайын. Кейінірек жаттайым, Сенің атың Мөлдір, вроде. Жансая, Мынау Мадина, мынау Аяла, мынау кім еді? Сен кім едің? Айзеремін. Айзере, Ал мынау қыз Медина. Болды. Жаттап алдым аттарынды. Ал ендеше биімізді бастайық. Ең бірінші осылай тұрамыз. Бізде жақында конкурс болады, соған дұрыстап тұрып дайындалуымыз керек. Барлық қыздардың биге киімдерін бар сияқты ғой, Бұлай аяқтарымызды осылай қоямыз. Өте дұрыс. Қандай керемет күш төсеп жатсыңдар ғой. Ал ендеше мен сендерге мынаны төсеп берем, солай тұра беріңдер. Осыған қазір тағы да жаттығатын боламыз. Өздерің енді келісіп тұрып аласыңдар деген ойдамын. Таласпайтын жасыңдар. Жоға, онда емеспіз ғой. Все, бақтарын тұрындар. Аяқты кішкене түзу ұстаймыз, қисатпаймыз қыздар. Ой, молодец. Кішкене аяғыңды бұлай қарай жылжырды. Болды. Қолды түсірмейміз, көтереміз.
Ой, молодец, мына екі қыз вообще зор істеп тұр. Мына жерде айна бар, өздерің қалай тұрғандарын да айналадан көрсеңдер болады. Ой, молодец. Барлықтарың өте керемет тұрсыңдар. Енді биге дайындала берейік, иә? Уже біз биге дайындалып отыр екенбіз ғой. Ендеше естіп тұрамыз. Аха, біраз уақыт тұру керек. Сонда аяқтарың жаттығады. Тем более бірінші күн ғой. Саған біраз үйрену керек. Там аяқ жаттықтырып дегенде ғой, қолдарыңды жаттықтырып, одан кейін арғарай алып кетеді деген ойдамын. Ал ендеше орындарымызға жайғасамыз. Енді біз жақында қандай бимен шығайық? Өздерінің кішкене идеяларыңды айтып кетсеңдер. Апай, давайте испанский бимен шығайықшы. Жоқ, индийский бимен шықсақ қалай болады? Өзбекский би әдемі, өте керемет сыңғырлап жүреміз. Жоқ, чем лучше өзіміздің қазақский биімізбен шығайық. Бір или флешмоб, там заманауи үлгідегі бимен шықсақ ше. Қандай би ойластырсақ болады? Испанский би сендерге қалай? Апай, норм күшті. Я, болады. Негізі нормально, но кішкене бір басқа бимен шықсақ қалай болады, апай? Негізі испанский би мен ойымша да жақсы болып тұр. Сол испанский бимен алып шығамыз ау. Онда сол мен бимен алып шықсақ, алып шығайық. Келесі конкурсқа үйде жақсы дайындалыңдар. Біраз жаттығайық. Жиналып атсыңдар ма? Аха, біраз болып қапты ғой, сабақ бітуін деп қапты. Болды, онда сау болыңдар. Сау болыңыз, апай. Үйде жақсылап дайындалыңдар. Испанский би мен өзім сендерге жіберемін, сомен көріңдер, жарай ма? Жарайды. Достар, осымен видео аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Екінші бөлім міндетті түрде шығатынын болады. Тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де 1000 подписчикке жеттік. Сіздерге көп алғысымды білдіремін. Сіздердің әр подписчиктеріңіз мен үшін өте маңызды. Тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. И лайкты міндетті түрде басып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.